Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 10-ші дәрісімізді бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khayr. Амин. Саллаллаху алейхи вассалам. Тәмәрбута тақырыбы. Бұл тәмәрбута осылай жазылады. Бұл деген әрпі және екі нүкте үстіндегі тә әрпін білдіреді. Тәнің екі нүктесін хә мен тәнің қосындысы не хә болады, не тә болып оқылады. Ережеге байланысты. Кей жағдайда тә әріп сөздің соңында осындай түрінде жазылады. Алдындағы әріпке байланысты онымен бірге немесе бөлек жазылады. Егер осы тә әрпімен аяқталған сөз кейінгі сөзбен жалғасып оқылатын болса, онда тәмәрбутаның харакаты оқылады. Ал егер тоқталатын болса, сукунды хә сияқты оқылады. Яғни тоқтасаңыз осындай белгіге немесе мынандай белгіге тәмәрбута, екеуі де тәмәрбута. Бұл хә әрпі ғой. Хә әрпі бір сөзбен, мысалы бәмен жалғасып тұр, сондықтан бұлай жазылып тұр. Ал бұл бір әріппен жалғанбаған түрі. Бұл жалғанған түр. Сол себепті егер бір әріппен жалғанса, жалғанатын әріппен осылай келеді. Ал әріп жалғанбайтын болса, бұлай келеді. Екеуі де тәмәрбута. Хә әріпі ғой, үстінде екі нүктесі бар. Хә мен тә әріпі. Енді ережеге байланысты қалай оқылады? Рақабатин деп оқылады. Егер келесі аяттың ортасында келсе, келесі аятпен жалғастыратын болсақ, рақабатин деп тә болып оқылады. Харакатпен, тәнвинмен ары қарай жалғастырып кететін болсаңыз. Рақабатин, рақабах деп те мысалы жалғастырып кеттіңіз де тоқтадыңыз. Егер тоқтайтын болсаңыз, хә қылып тоқтайсыз. Рақабах. Мысалы аяттың соңында келсе, ол тоқтайсыз. Рақабах деп. Ал жалғастырып оқитын болсаңыз, тәмен оқисыз. Рақабатин, рақабах. Мутаххаратан, мутаххарах. Хумазатин, humazah, musadatun, musadah, al-qari'atu, al-qari'ah, bihijaratin, bihijarah. Енді Құраннан көрсетіп кетейін. Себебі ең бірінші дәрісте айттым, әрдайым тәжвидті бастағаннан бастап Құранды да ашып қарап оқи беру керексіз. Хумаза сүресінде келеді. Мысалы аятны Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вайлулли кулли хумазатил лумазах. Аяттың соңында тоқтаймыз ғой. Келесі аятпен жалғастырып кететін болсақ, Вайлулли кулли хумазатил лумазатинил деп тәмен жалғастырып кетеміз. Бірақ біздің оған деміміз жетпейді. Сондықтан біз тоқтаймыз. Ал егер тоқтайтын болсақ, хә болады. Вайлулли кулли хумазатил лумазах. Түсіндірді алдым деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп.
аяттың соңында тоқтайтын кезде хә қылып тоқтаймыз сукунды. Ал егер мына жерлерде де дәл осылай, тек бұл жерде мим әрпімен жалғанып тұр. Сондықтан осылай жазылып тұр. Уәмә әдрака мәл хутамә деп тоқтайсыз. Бұл жерде алдыңғы дәрістерде өттік. Зә әрпі өзінен кейін әріппен жалғанбайды. Сондықтан бұл жалғана алмай тұр да. Бұл жерде миммен жалғана алады. Мим екі жағынан да жалғанады. Түсінбеушілік болмау үшін барынша барлық нәрсені айтып кетуге тырысып жатырмын. Есіме түскен. Мысалы, енді аяттың ортасында келсе қалай болады? Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Көрдіңіз ба? Ахирати хум юқинун. Тоқтамайтын болсақ, тә болып оқылады. Т болып. Түсінікті деп ойлаймын енді. Оқып жаттығу. Алимул хойби. Алдындағы ережелер келіп жатыр. Алиф лам. Есіңізге түсіріңіз. Китабун марқумун. Яшхадухул муқаррабуна. Натратан наими. Хисабан ясиран. Анин набаил азими. ذات البروج النجم الثاقب. تحدث أخبارها. صحف إبراهيم. عين جارية. وزرابي مبثوثة. وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض. وتحبون المال. يتذكر الإنسان. راضية مرضية. Егер тоқтайтын болсаңыз. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَكُّ رَقَبَةٍ. بِاسْمِ رَبِّكَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Негізі барлық араб тілінде сөздің басы харакатпен басталады, ал сөйлемнің соңы сукунмен аяқталады. Құранда да солай, аяттың басы харакатпен басталады, әрдайым тоқтаған кезде сукунмен аяқталады. وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. Сукунмен тоқтайсыз әрдайым. Енді осы жерден бастап сукунмен тоқтайтын болам. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أحسن تقويم. لحب الخير
أصحاب الميمنة قال يا قوم غفر لي ربي ونفخ في الصور من بين أيديهم يا بني آدم لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا لا تؤاخذنا ذلك اليوم الحق. бұл жерде харакат түсіп қалған, басылмай қалған. وذكر اسم ربه бұны оқитын кезде алдындағы өткен ережелерді де іздеп, соны қарап, байқап, соларды қайталап, пысықтап оқыңыз. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. мысалы әлиф лам بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. әлиф лам және әлиф уасл хамзамен. бұл жерде де солай. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما من اتبع الذكر لا أسألكم أجرا وجعلني من المكرمين بما كانوا يكسبون فلا يحزنك قولهم من الشجر الأخضر وهو الخلاق العليم عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم إن للمتقين مفازا وهو على كل شيء قدير زينا السماء الدنيا وهو العزيز الغفور سبح اسم ربك رب السماوات والأرض إن الذين آمنوا إنه يعلم الجهر وما يخفى عن النبأ العظيم قد أفلح من تزكى وإذا الجنة أزلفت إن الأبرار لفي نعيم ذو العرش المجيد في لوح محفوظ